Қожа Насырдың хикаялары. Қай күні келейін? Біреу Қожа Насырға көйлегін боятуға әкеп береді де, осыны өмірде жоқ түске бояп беріңіз дейді. Онда сен дүйсенбі, бейсенбі, сәрсенбі, жұма, сейсенбі, сенбі және жексенбіден басқа күндері кел, бояп қояйын, депті оған қожа. Қарғаның жасы. Қожа Насыр бір аңшыдан қарға сатып алады. Жора жолдастары онан: неге алдың? Қарғаның қажеті не? Халық қарға 1000 жыл жасайды дейді. Соның рас өтірігін білейін деп алдым, дейді қожа. Жәннат кең бе, тозақ кең бе? Бірі хан Қожа Насырдан: айтыңызшы, жәннат кең бе, тозақ кең бе деп сұрайды. Жәннат кең деп жауап береді қожа. Оны қайдан білдіңіз? Білгенім, жер жүзінде байдан кедей көп. Теңізге жаяу барыңыз. Ертеде бір ауру адам Қожа Насырға келіп, өзімді 2 емшіге көрсетіп едім, екеуі 2 түрлі насихат берді. Бірі теңізге бар дейді, екінші жаяу бар дейді, деп мұны шағыпты. Онда теңізге жаяу барыңыз, депті Қожа Насыр. Бөліп киейік. Базарда қауын алуға барған жолаушы ақшасы жетпей қалып, қапасындағы су жаңа қалпағын Қожа Насырға сатады. Сатып алған қауынды Қожа Насыр екеуі бөліп жейді. Қожа Насыр басындағы қалпағын алып, оны да 2-ге бөледі де жартысын әлгі кісіге береді. Бұған аң-таң болған ол: ау, мұныңыз не? Деп сұраса, Қожа Насыр оған: сіз алған қауынды бөліп жедік, енді мен алғаш алған қалпақты да бөліп киейік, депті. Көрегендік. Бір күні Қожа Насыр маңындағыларға: мен көрегенмін деп мақтанады. Сонда не істейсің? Адамның ойындағысын табамын. Ей қойшы, рас айтамын, ендеше айта қойшы. Біз қазір не ойлап отырмыз? Сендер қазір осы шын айта ма, әлде өтірік айта ма деп ойлап отырсыңдар, депті.